Барлықтарыңызға сәлем. Бір жасағаннан осындай дайын болатын брынза жасайтын боламыз. Ол үшін осылай таза ыдысымызға 2,5 литр сүт құйып аламыз. Мінекей сүтімізді құйып, отқа қойып қойдық. Енді осы сүтімізге пісуге жақындағанда бір ас қасықта, үлкен ас қасықта уксус құйып алатын боламыз. Осылай қайнап пісейін деп жатқан сүтімізге бір ас қасықта толтырмай уксусымызды құйып жібереміз. Жақсылап араластырамыз. Отыңыз қосулы болу керек. Міне осылай іріп шығады. Отымызды өшіріп қоямыз. Мінекей сүтіміз осылай іріп, көк суы шығу керек. Енді осыны біраз суытуға қойып қоямыз. Осылай кішкене қалта немесе қалталарыңыз болмаса, марли асаңыздар болады. Жаңағы сұйық затымызды осы қалтаға құйып аламыз. Енді мынау сұйық заты былай бөлініп шығады. Қалтамызға құйып алдық. Енді осыны ауыр затпен бастырып қоятын боламыз. Бұндай таза бір ыдысқа 2 бокалдай су құйып аламыз. Екі бокал суымызды құйып алдық. Енді осыған 5-6 қасық шекер саламыз. Менің суым жылы су. Енді осы шекерімізді салып болған соң, шекерімізді жақсылап ерітіп аламыз. Жылы суда жақсылап ерітіп, бір келкі етіп, еріп. Жаңағы қант салған жылы суымызды жақсылап қантын ерітіп алдық. Енді осы суымызды салқын жерге мұздатуға қойып қоямыз. Брынзамыз дайын болды. Енді осыны жаңағы жылы суға шекер салып дайындаған смесімізге салып, осы смесімізге салып, бір түнге қойып қоятын боламыз. Таңертең алып, азанғы шайға кесіп қоя берсеңіздер болады. Смесімізге салып қойдым. Сіздер шекердің орнына тұз салсаңыздар да болады. Мен балалар жейтін болғандықтан тұздың орнына шекер салдым. Брынзаларымыз дайын болды. Осылай әдемелеп кесіп, таңғы асқа ұсынсаңыздар болады. Менің рецептім ұнаса, лайк басып, маған тіркеліп кетіңіздер.